Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Бізде Рамазанға байланысты сұрақ жауап Айдара және менің каналымның қонағы осы Алматыдағы Таугүл мешітінің ұстазы Сәуле Бақытжанқызы. Каналыма қош келдіңіз. Сізден бүгінгі сұрайтын сұрағымыз, намаз оқымайтын адамның оразасы қабыл бола ма? Намаз оқымай жүріп ораза ұстауға бола ма деген сұрақ. Жалпы намаз оқымайтын кісі ораза ұстаса, әрине оның ұстаған оразасына Алла Тағала сауап береді, сауап жазылады. Бірақ оның намазы болмағандықтан, күнделікті намазын өтемегендіктен ол сонымен қатар күнә да алады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде расында мұсылман мен кәпір мүшриктің екеуінің арасын айыратын, ажырататын нәрсе оның намазында дейді. Кісінің намазына дейді. Намаз мұсылманның айрықша бір белгісі. Сондықтан намаз бастағанымыз дұрыс. Осы Рамазан айы кірген бойда оразамен қатар намазға да тұрып кетуге әрекет ету керек. Бірақ өзі намаз бөлек құлшылық, ораза бөлек құлшылық, бірақ адам ұстай беруіне болады, иә. Мен намаз оқымадым екен деп, оразаны да ұстамай қою, ол дұрыс емес, иә. Намазы жоқ, жаңағыдай ол кісі тек ораза ұстап жүр деп адамдарға ондай ой білдіріп, немесе ондай ойда болу дұрыс емес. Ол мұсылманның сипатына жатпайды. Қандай да бір құл ораза ұстап бастаса Алла Тағаланың, ол сонымен де намазға жетуі мүмкін. Яғни оразасының соңы намазға ұласып кетуі мүмкін. Сондықтан әрдайым біз жақсы ойда болуымыз керек өзге мұсылмандар жайында. Түсінікті, рахмет көп. Сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар деген ойдамыз. Егер қандай да бір сұрақтар туындап жатса, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар. Каналыма лайк басып, пікір жазып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.